Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қолжетімді заттармен жасалынатын, ерекше жұмсақ, дәмді болып шығатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға қантымызды саламыз, содан кейін жұмыртқамызды бір-бірлеп жарып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Қажетті заттарды толығымен төменге жазып қоямын. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Қантымыз толықтай еруі керек, аппақ қылып көпіртудің қажеті жоқ. Енді дайын қоспамызға ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Егерде сары май болмаса, сұйық май қолдана берсеңіздер де болады. Одан кейін сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Келесі ұнымыздың үстіне біраз қасық қопсытқышымызды қосып, араластырып, електен 2-3 бөлікке бөліп елейміз. Ұнды мен 2-3 бөлікке бөліп саламын. Сонда қамырымыз жақсы көтеріліп, кексіміздің іші толық пісіп шығады. Біздің қамырымыз қаймақ сияқты болып шығуы керек. Қатты сұйық емес, қатты қою болмауы керек. Сосын қалауларыңыз бойынша ішіне жаңғақ, мейіз қоса берсеңіздер болады. Мен ақ шоколад пен қара шоколадты араластырып салдым. Ол әркімнің өз қалауы бойынша. Енді дайын қамырымызды кекстің формаларына құйып шығамыз. Мен форманың ішін майлап жүрмес үшін бір рет қолданылатын қағаздарды пайдаландым. Енді дайын формамыздың ішіне 1,5-2 ас қасық қамырымызды салып шығамыз. Кекстің қамырын формамыздың жарты белінен етіп қана құямыз. Кексіміз көтерілген кезде форманың бетімен бірдей болып шығады. Қамырымызды құйып болғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осылай кекстеріміздің беті қызарып піскеннен соң кішкене суытып, сыртындағы қағаздарын алып тастап, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Кексіміз осылай өте оңай жасалынады. Сіздер де үйлеріңізде жасап көріңіздер. Достар, менің каналымда басқа да торттардың рецептері бар. Үйлеріңізде жасап көріңіздер. Сіздерге көмегім тиіп жатса, мен аса қуаныштымын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.